Қайырлы күн достар, баршаларыңызға ақылдарыңыз қалай? Біз бүгін осындай люля кебаппен картошка жасап көрсететін боламын. Бұл необычный, күнде жасала бермейтін тамақ. Ұялатын қонақ келген кезде либо болмаса өздеріңізге кешкі асқа ужинға жасасаңыздар болады. Өте дәмді болады. Бізге ол үшін фарш, мен пиязды блендерден өткізіп алдым. Қатты майда ірі болып кетпес үшін осылай өткізіп алдым. Сіздер де күштен өткізіп алсаңыздар да болады. Мен 3 ас қасық, шай қасық тұзбен 1 шай қасық қарабұрыс салдым, және осылай 5-6 минут араластырасыздар. Қатты астын үстіне қарай араластырасыздар. Арасында ауа қалып кетпеу керек. Фаршымыз кәдімгідей езілу керек. Осылай араластыра берсеңіздер езіліп түседі. Бізге салқын сумен шпажка керек, және таяқшалар керек. Осылай таяқшаларға люля кебабымызды орналастырамыз. Тығыз қып, айналып кетпейтіндей қып, әдемі қып орналастырасыздар. Осылайынан барлығын әдемі қып орналастырдым. Маған қатты қалың емес, жұқа болғаны ұнайды. Қатты қалың болса онша болмай қалады деп ойлаймын. Және осылай картошканы қуыруға дайындаймыз. Мен паприка, тұз, қарабұрыш салып араластырып, осылайынан біртіндеп қуырып алдым. Осылай қап-қарап әдемі қуырып аласыздар. Және қазанымызға таза май құйып, осылайынан салып бұқтырамыз. Картошкаларымыздың арасы пісу үшін үстіне мен 1 кружка су құйдым. Сіздер картошкаларыңызға қарайды 2 кружка су құя берсеңіздер болады, картошкаларыңыз тез пісу үшін. Осылайынан жарты сағат қайнатып, үстіне люля кебаптарымызды салып бұқтырып алдым. Бұл люля кебаптарымыз қатты болып қалмас үшін осылайынан бұқтырып алдым. Люля кебапты 220 градус ысып тұрған печкаға салып 20-30 минутта пісіріп аласыздар. Осылайынан тамақтарымыз өте дәмді болып шығады. Тез дайындалады, көп уақыттарыңыз кетпейді. Осылайынан үйдегілерге ерекше кешкі ас дайындап беріңіздер. Ас болсын. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздердің әрбір лайктарыңыз бізге қолдау, мотивация болады. Сіздерге ас болсын.